Ömür görkem, ömür görkem, ömür görkem. Ömür görkem, ömür görkem. Этно-фольклорлық ансамблі құрметті көрермендер, өмір көркем жобасында тікелей эфирде жанды дауыста
супер шоу ұйымдастырып берді. Айналдырған 3-4 минуттың ішінде. Қош келдіңіздер, құрметті жігіттер. Төрлетіңіздер. Сіздермен сұхбаттасуға бола ма? Өте қуаныштымын, шыны керек. Мен өзім фанатпын. Осыдан 10 жыл бұрын сіздердің Алматыдағы әртүрлі кештерде, әртүрлі түсірілімдерде сіздердің осы шығармаларды орындаған сәттеріңізде ұйып тыңдап өзім жұмысымды ұмытып қалатын кездер болады. Жаңа да жүргізуші екенімді ұмытып, жай ғана осы жердің концерттің көрермені сияқты сезініп қалдым өзімді. Жақсы, біз бастайық. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті көрермендер. Өмір көркем жобасы бүгін осындай әдемі композициямен басталды. Сонымен, қош келдік. Қандай жаңалық десем дұрыс бола ма? Орынды болады ма? Құрамдарыңыз кішкене өзгерген ғой деймін, жас орындаушылар қосылып қалған сияқты. Сіздерді мен білем. Дым қартаймайсыздар. Айтпақшы құпиясы неде осының? Музыка. Музыка? Иә, біздің аспаптар осы. Бірақ мынандай энергетикамен, менің ойымша аспаппен тән біздің сіздердің қандай налымдарыңыз үйретіп кететін сияқты, Иә. Адреналин. Жақсы, қош келдіңіздер. Жаңалықтарыңызды өздеріңізден естейін. Біріншіден сәлематсыздар ма? Шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді Тұран ансамблінің алға қойған мақсаттарының бірі осы ұлттық өнерді дәріптеу болғандықтан біз үшін осындай бағдарламалар өте маңызды. Сол үшін алғысымыз шексіз сіздерге. Жаңалық негізінен өте көп. Биыл бізде Тұранның 15 жылдығы. Құтты болсын. 2008 жылы біз құрылған болатынбыз. Содан бері міне 15 жыл өте шыққан екен. Әрине оңай жыл болайын деп тұрған жоқ. Неге? Себебі біздің жоспарымыз өте көп. Тамаша ғой. Жасырады сестер. Құдай қаласа ең үлкен жаңалығымыз бұл әлемдік турне. Тамаша. Қашан басталады? Алла қаласа осы наурыз айында Түркия қаласына 10 күнге, Түркия мемлекетіне, Түркияның көптеген қалаларына концерт сапар турне ұйымдастырылып жатыр. Оның ар жағында келесі айда бізде Европаның мемлекеттері. Қай мемлекеттер? Ол енді нақты келген кезде Венгриясы бар, ішінде Австриясы бар, одан кейін Германия бар бізде, Хорватия. Яғни этномузыкаға қызығушылық жоғары болып тұр ғой, Жалпы өзі әлемде осындай тренд басталды ғой, байқасаңыздар, үлкен әлемдік брендтердің өзі этномәдениетпен үйлескен мерчтер жасайтын болған қазір. Сондықтан сіздерде аншлаг болатын шығар деп ойлаймын. Билеттер сатылымы ашылды ма? Негізі енді бұл әлде қазір сол келісім жүргізілуде, бірақ дегенмен де өзіңіз айтып кеткендей, шыны керек осы жалпы дәстүрлі музыкаға деген өздері былай үлкен баға береді. Өйткені мысалға классиканың өзіне оларда кәдімгі мыңдап адам жиналады, көрермендер. Және де жоспарлы түрде оларда. Келесі жылдың мысалы қыркүйегіне билеттер жоқ. Иә, келесі 24-25 жылға Венада, мысалға үлкен алтын залда зал бос емес мысалға. Өйткені бізде оларға шықтық. Мысалға осындай нәрселер кішкене таң қалдыратты. Неге олай? Неге бізде мысалға сол деңгейге жетпеске деген сияқты ой туындайды. Бірақ дегенмен де бізде қазір осы классика болсын, өзіміздің қазақи классикалық өнерге тыңдармандар көптеп келіп жатады. Турне, тамаша жаңалық. Түркиядан бастайтындарыңыз енді бүкіл түркі мәдениетінің астанасы деп айтсақ та дұрыс шығар енді. Сол жерден бастайтындарыңыз да ерекше болайын деп Түркиян, одан кейін Европа, сосын айтпадыңыздар. Негізі жаңағы сіз айтып кеткендей, расымен Түркиядан бастаудың бір өзіндік себебі бар, мәні бар. Біз енді 15 жылдың ішінде жанкүйерлеріміздің басым көпшілігі сол Түркиядан. Мен естігем демалып жүрген кезде. Иә, Түркияда кез келген жағы телефондағы рингтонға дейін, немесе жағы кез келген ресторан, кафелерге кірген кезде біздің музыка естіліп тұрады. О жақта бірнеше киноларға біздің музыкамыз жазылған болатын. Қандай киноларға? Ертоғрылда біздің саундтрек тұр. Сосын Есімсізлер біздің Қазақстанда әзірше көрсетілген жоқ, бірақ Түркиядағы өте әйгілі сериалдардың бірі. Жақында біз тағы бір сериалға жаздық. Бұл
Мендерман Жалалыдин деген Жалаладин, иә, естідік. режиссері біздің өзіміздің досымыз Нұрғиса. Нұрғиса. иә, Әлмұрат Нұрғиса. Енді Түркиямен бірге байланыс бізде өте тығыз қарым-қатынас орнатылған. Сондықтан да олар бізге күнделікті түрде жазып отырады. Сондықтан біз Түркияның ең басты ірі қалаларын таңдадық. Анкарадан бастайық деп отырмыз. Стамбулда 2 концертпен аяқтаймыз, Құдай қаласа. Арасында жаңағы Сивас, Кайсери, Алания қалалары бар деген сияқты үлкен гастрольдік турне. Біздің өзіміздің осы жылға енді негізгі гастрольдік жоспарлар Тұрандікі келесі жылдың соңына дейін жоспарланып қойған. Бірақ біз осы жылдың өзінде жаңағы көбірек 15 жылдықта гастрольдерімізді қамтиық деген оймен түркиялықтар кеше хабарласады бізге, неге соншама тығыз болып кетті біздікі деп ше. Біз өзіміз айтамыз, оның барлығын үлгермей жатырмыз қазір деп. Себебі бізге осы жылы Түркия бір бөлек, жаңағы Европа бір бөлек, тағы басқа да әлем бойынша көптеген мемлекеттер бар, солардың барлығы бөлек тұрған кезде Қазақстанның барлық қалаларына барып, өзіміздің өнерімізді паш ету, ол біздің басты мақсаттарымыздың бірі болып. Соны айтам, соны күтеміз, негізі соны күтіп отырмын бағанан бері. Ел аралау туралы жаңалық болса екен деп, өйткені енді 15 жыл деген қарап отырсақ, кеше ғана естеліктерді ойласақ, 10 жыл болып кеткен екен ғой деп. Сондықтан менің ойымша, бұл енді қайталанбас стиль. Сіздерді қайталауға тырысатын жас топтар ашылды, білесіздер өздеріңіз, бірақ бәрібір деңгей жағынан енді бірінші орынды бермей келе жатырсыздар. Трендсеттер деп айтамыз ба, қазіргі тілмен айтқанда, бір жағынан енді өзіміздің ұлттық генетикалық кодымызды жатталып қалған, кім болса да тыңдаса ерекше шабыттанатын, жігерленетін, қанша жерден осы қазақылықтан бас тартып жүрген жаңа заманауи жан болса да тыңдап қалатын музыка. Сондықтан біз Қазақстанды аралау керек, біз деп ойлаймыз, сіздер, біз деп қоямыз. Ол жоспарда бар. Сөйтіп, ал стримингтерде сіздердің музыка бар ма? Иә. Міндетті түрде. Бізде қазір неше түрлі TikTok-тың жаңағы нелерінде тұр, музыкаларымызды пайдаланып, неше түрлі челлендждарда тұрады, рухты видеоларда. Мына әсіресе YouTube-тағы неше түрлі рухты видеолардың барлығына біздің музыканы қойып жатады. Стриминг платформалардың бәрінде бар. Біздің бүкіл жаңағы 4 альбомымыздағы бүгінге дейін енді біз 50-ге шақты, 50-ге жуық композиция жазыппыз. Соның барлығы түгел стримингта тұр. Енді қазіргі таңда біздің ең басты осы 2 жылда ұстанып келе жатқан ең басты стиліміз жаңалық деп айтсақ та болады. Негізі бұл жаңалық 2008 жылы жаңадан ашылған болатын. Және де әлемдік сахналарда Нью-Йоркта, Вашингтон, Берлин, сол жердегі ірі сахналарда қойылған болатын фольк and симфони жанры. Демек, симфониялық оркестрмен үлкен екеуі үйлесімде. Жақында біз енді Алматы қаласынан бастайық деп отырмыз гастрольдік турнені. 23 ақпан күні. Енді өзіміздің туған жеріміз болғаннан кейін тағзым етіп, осы батасын алып деген сияқты ары қарай әлемге кететін бір ойымыз бар. Тамаша, бірақ негізі сіздердің жұмыс орындарыңыз Астанада? Астанадамыз. Иә, орталық концерт. Иә. Жаңадан қосылған жігіттерге сөз бермейміз әлі? Әлі сөйлеуге рұқсат бермейсіздер ма? Бізде ортамызда Алиев Ержігіт бұл 2012-де қосылды. Бірден жаңа деп те айта алмаймыз. Иә, жаңа деп. Бұл ақсақал. Жас көрінесіз. Қосыла салып, бірден бір жылда 12-ге жуық мемлекетті аралап концерт берді. Дадабаев Жанту 2019-да бізге қосылған болатын. Біз негізі Тұран Juniors деп Тұран Juniors деп өзіміз ат қойып алғанбыз. Сол енді біздің ізбасарларымыз ретінде. Juniors десеңіздер дауысы жаңағы көмейге салған. Сондықтан Juniors емес ау. Сол өзің айт, қалай келгенін жалпы. Бұл келмеймін деп келген жігіт қой. Неге келмеймін деп жүрсіз? Осы жерде құпияңды айт. 2019-да мен ол кезде консерваторияның 1-ші курс студентімін. Сіздер барлықтарыңыз консерваторияның түлектерімесіздер ме? 1-ші курсты аяқтағалы жатырмын, және Инстаграмнан көріп қалдым жаңағы кастинг болып жатыр екен. Ансамбль, жаңағы Тұран ансамблі кастинг жүргізіп жатыр екен. Басында ойлағам, бармайтын шығармын деп, өзімде үміт болған жоқ та, мен алмайды деп ойладым. Бірақ дос балам қоймай қойды, бар деп, сен алу керек деп. Сол дос балам айтқанын тыңдап, бара қалып едім. Есімі кім дос балаңыз? Дос баламның аты Архат деген жігіт. Архат,
сәлем сізге осындай жұлдызды бізге сыйға тартқаныңызға рахмет. Жасыңыз 24-те, 24-те, иә. Ең жасы ұжымдағы Juniors болғаны. Біз Сондықтан құрылғанда екен ғой. қанша жаста болдың? Сіздер 2009-да? құрылғандарыңызда 2008-де, ол кезде 10 жаста болдым. Жаным осы. Junior дейтін. Мен енді жетігенде шыны керек айыпқа бұйырмассыз осылай сұрап отырғаныма үнемі аруларды көретін едім, жетігенде ойнап отырған. Жетігенге деген махаббатыңыз туралы айтып беріңізші. Ой, сұмдық махаббат. Мен енді жастар келгесін сұрақтарды солай қойдым, айыпқа бұйырмаңыздар. Бәрібір әңгімеміз сол ұлттық. бұл да ару жігіт қой бізде енді. Иә, ер жігіт. Негізі ұлттық аспаптарымыздың қай-қайсысы болмасын, ең бірінші жасаушы, ойлап табушы десек те болады, ол ер адамдар. Жоқ, біз сол сексизмге себепті- бой алдырмай қояйық. Жай сұрағаным ғой енді. Жақсы. Енді бұл аспапты ең алғаш бір сезімді оятқан осы ағаларымыз, ең бірінші. Мен де ең Топқа алғашында келгеннен бұл кейін, иә, топта жетіген ойнаймын деген, енді ұйықтап тұрсам Амал да жоқ, ойнайсың дедік қой. Бірақ негізі қай аспапта? негізгі оқыған мамандығым домбырашы. Домбырашы. Ән айтады. Бәріміз домбырашымыз негізі. Жақсы. Қалай екен жетіген? Күшті, әдемі. Иә. Бірақ осындай ырғақты музыканың ішінде, әсіресе анандай жаңағы ұрмалы аспаптардың арасында жетігеннің жүргені бір түрлі. Бірақ өте әдемі үйлесім, әдемі синтез болған. Кімнің идеясы? Ең басында құрылған кезде енді біз әр аспап Үйлестіре береміз. иә үйлесімді табу деген біздің ең басты принцип ұстанатын. Негізі мына ер жігіт келгелі бері бізге жетігенді ерлетті деп айтамыз ба, қалай айтсақ болады. Шынына келгенде себебі дыбысы кішкене ер жігіттің ойнағаны басқаша. Басқа қырынан көрсетті. Тамаша. Жігітше сөйлетіңізші. Осылай айтқан түсініктірек болатын сияқты жетігенді. Тарихқа көз жүгіртсек, Бізге сізге жетіген алып беретін ақшамыз жоқ. Кәні. Жігіттер де сырласады ғой. Тамаша. Енді жақсы. Мен Ертұғырыл туралы сұрағым келіп отыр. Сондағы саундтректердің барлығы сіздердің орындауыңызда ма, әлде кейбір? Бір ғана саундтрегін пайдаланды. Біреуін пайдаланды, қалғаны жағы есімсізлер, басқа да сериалдарда біз кәдімгідей үлкен музыка жаздық. Арнайы жаздыңыздар, иә? Осыған қатысты Ертұғырыл мысалы енді көп жағдайда саяси сериал деп айтып жатады. Сюжетті алдын ала оқып алдыңыздар, сосын барып арнайы музыка жазылды, солай ма? Біз негізі бұдан да бөлек біз түсірілім алаңына бардық. Со жақта. Жігерленіп шабыт. Иә, бізді шақыртты арнайы, біз барып со жерге өз көзімізбен бір қызықты нәрсені байқап қайттық. Мен жаңағы кіріп қалсам, үлкен қалашық салып қойған ғой, Ертұғырылдың тұратын қалашығын. Со жерде біздің музыканы бақыртып қойған, үлкен колонкалармен. Кәдімгідей таңертеңгісін актерлардың барлығы жақсы ойнау үшін рөлдерін күнделікті түрде таңертең қосып қояды екен жаңағы музыканы. Рухтанып шыға келеді, иә. Сөйтіп күнімен сол музыканы қайта-қайта қосып отырады ана кісілердің жаңағы рухқа кіріп жақсы ойнау үшін рөлдерін. Тамаша, өте жақсы тәсіл деп ойлаймын. Иә, сондай бір байқадым. Қалай сезіндіңіздер сол сәтте? Қызыл кілем қайда деп. Біз үшін бір түрлі енді біз барған кезде бір рет бір Қайсеріде ма, қай жерде бір қалаға бардық. Сол жерде бізді күтіп алған жаңағы үлкен делегация болды, түріктер. Біз енді ондай нәрсені көбінесе байқамай жатамыз, кейде жаңағы көргімізде келмей қалады, өзіміз ұяламыз ондай нәрсені көру үшін. Бірақ бір кісілер жүрді жанымызда, үлкен келген бір кісілер, жаңағы ер адамдар. Мына жақтарында біздің суреттерімізді қойып қойған, футболкалар жасатқан екен. Мерчтер, иә? Сөйтіп бізді күтіп алып, біз ойладық жаңағы енді ұйымдастыру тобы шығар біздің жанымызда жүретін. Бір кезде концертті ойнап жатқан кезде, Ертұранды ойнайтын кезде 20 адам ба, 15 адам ба бүйтіп тұра қалды ненің алдына, сахнаның алдына. Тура сол бірдей киініп алғандар. Біз қандай мыналар шоу жасайын деп жатыр екен деп бүйтіп тұрмыз ғой. Вообще жай тұр. Ойнап болғаннан кейін ойнап отырмыз, тып-тыныш ойнап отырмыз. Бір кезде аяқтай салысымен бүкіл ана залдағы отырған көрермендердің бәрі сахнаға қарай жүгіріп бара жатыр.
олардың барлығы бүйтіп ұстап тұрған кезде біз шошығанымыздан Бұл бүйтіп Түркияда. артқа қарай Иә. Ал Түркияда біздің елде осындай реакция бола ма? Иә, болады. Мынау енді осы үлкен алдыңғы жылы біз осы Folk and Symphony жобасын ұсындық. Екі-үш концерт бердік. Алматыда бастадық. Сол кезде реакция өте тамаша болды. 2019-да өзіміздің жеке концертімізде де Ертұран Негізінде атты. анандай музыкадан кейін Иә, бүйтіп отыра берген бір түрлі сияқты. ең күшті сәт бізге сол халықтың алғысы, қошеметі. Өйткені біздің жасап атқан дүниеміз әр осы көрерменге жетсе жүрегіне, сол ең бастысы біздің ойымыз жүзеге асты деген сөз. осы жерде бір қоса кететін нәрсе, мысалы енді түріктердің осындай реакция білдіруі әрине түсінікті, түркілік рух оянады. Қазақтардың да осындай реакция білдіруі енді ДНК дедіңіз ғой, сол жігерлендіреді. Бірақ біздің байқағанымыз кез келген мемлекетке барған кезде француз болсын, немесе неміс болсын, барлық жақта реакция бірдей. Бізге жаңағы мысалы Франциядағы бір концерттен кейін француздар жанымызға келіп көздеріне жас алып тұр. Ана қазақша сөйлеп отырмыз ғой, қазақша ән айтамыз, қазақ тілін түсінбейді олар мысалы, иә. Олар жаңа фольклорлық музыканың, біздің аспаптардың үнін алғаш рет көріп отыр. Олар үшін енді ол шок болуы қажет, бірақ бұлар жылап тұр. Біз енді сұраймыз, неге көздеріңізге жас алып жатсыздар деп. Ол кісілер айтады, қазақ халқы деген не деген бақытты халық дейді. Сіздер өздеріңіздің бұрыннан келе жатқан дәстүрлеріңізді сақтап қалдыңыздар. Европадағы көптеген мемлекеттер, осы әлем бойынша мемлекеттердің көбісі сақтай алмай жатыр дейді. Дұрыс айтасыз, енді дәл осы тұста айта кеткеніміз орынды шығар. Біз сіздермен мақтанамыз, шын мәнінде. Өйткені ұлттық нақыштағы музыканы қолға алып бастаған көптеген ұжымдар соңына дейін, кем дегенде соңын деген дұрыс сөз емес шығар, енді 15 жылға дейін шығармашылық жолын жалғастыра алмайды. Сіздердің тек қана ел аумағында емес, бүкіл Еуропа бар, Еуразия бар, басқа құрлықтарды бағындырып, тыңдатып, тәнті етіп жүргендеріңіздің өзі бүкіл елге мақтаныш. 15 жылдықтарыңыз құтты болсын, жасара түсіңіздер, қуаттана беріңіздер. Шын мәнінде өте энергетикасы мықты жігіттер, ұлттық өнерге деген құрметі осы студияда отырған кезде қатты сезіліп тұр. Құрметті көрермен, концерттерге міндетті түрде билет алып барыңыздар. Тұран этно-фольклорлық тобы бізде тікелей эфирде студияда болды. Рахмет айтамыз сіздерге. Ардақты ағайын, аз ғана үзіліс болады. Одан кейін біз сіздермен құмар ойындары және одан сақтану, жақындарды қолдау, қорғау тәсілдерін талқылаймыз. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің экс-депутаты Ләззат Рамазанованың сөздеріне сүйенсек, елімізде 350 мыңнан астам адам ойын құмарлыққа салынып кеткен. Енді бұдан құтылудың жолы бар ма? Тәуелділіктен қалай арылуға болады? Оңалту орталықтарының оңалту орталығынан келген аддиктолог, психолог Ғарышбек Бексары мырзаны біз студиямызға шақырып алайық, осы мәселені талқылау үшін. Ғарышбек мырза, келіңіз. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Жайғасыңыз. Көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Ойын құмарлық деген тақырып әсіресе осы күндері әлеуметтік желіде көтеріліп жатыр. Жақында ғана әртіс, әнші, жігіттер тобының орындаушысы Бағлан Әбіремов осыған арналған арнайы фильм түсірді. Ақ пен қара деген. Өз басынан өткен оқиғаны баяндап берді. Және осы тақырып аясында осы хэштегпен көптеген адамдар өз оқиғаларын жариялап жатыр. Шын мәнінде дүниеден кетіп қалған, өз-өзіне қол жұмсаған, бетін аулақ қылсын, талай отбасынан айырылып қалған жағдайлар өте көп. Ойын құмарлық былайынша алып қараған кезде бір жеңіл-желпі дүние сияқты болып көрінеді. Бәрі неден басталады? Енді бәрі былай кетсек болады, айта кетсек болады. Ойын құмарлықтың өзі бірнеше белгілерден тұрады ғой негізі. Адамның кішкентайынан болған кейбір психологиялық жағдайлардан болып қалуы мүмкін. Қандай травмалар әсер етуі мүмкін? Енді оның жақсы да жағы бар, жаман да жағы бар. Мысалы, әкесінің баласына айтып, сен ертең үлкен азамат боласың, ақша көп табасың. Кішкентай кездерінен бастап сондай бір установка десек те болады, енді орысша айта кеткенде. Сондай нелер қояды, сосын ол бала... Көп ақшаға қызықтыру. Иә. Аз ақшаны қанағатсыздықтың қадірін кетіру, қанағаттың қадірін кетіру. Иә. Құндылығы жоқ адамдар ғой, сол адамның құндылықты жоғалтады. Сосын енді кішкентайынан кедей,
отбасында өскен адамдар бар мысалы. Жаңа ақшаны көрмей, наоборот, сол жаңағы ойын құмарлыққа сол ақшаны бір рет ойнайды, ұтады, сонымен сол ұту үлкен мотивация. иә. Сол өзі ойын құмарлықтың өзінің үш несі бар ғой, кезеңі бар. Бірінші сол ұту. Ұтады адам деген, жаңағы бала деген адам түсінеді былай. Осылай ұтсам, осылай ақша тапсам, жаңағы маған жұмыс істемеуге болады. Осылай жаңағы өмір көру оңай ғой деген сияқты. Екіншіден жаңағы ұтылу. Мен келесі жолы ұтамын. Иә, мен келесі жолы ұтамын. Сосын үшінші рет ол түңіліп қалу. Үшінші несі белгісі. Жаңа адам деген уже ойынның құлы болып, ойынның жаңағы бәріне бүкіл дүниесін, жаңағы қалтасындағы, үйіндегі заттарын, дүние мүлкін сол ломбардқа тасып, соны тапсырып, содан кейін сол жаңағы ойынға салып жүреді сол ақшаның бәрін. Енді қазір ойын құмарлық деген қазіргі заманда өте күрделі бір ауру десем де болады. Сондай болып келе жатыр. Өйткені қазір халықаралық аурудың классификациясына енгізілген уже. Жаңағы F белгімен шизофренияның бір несі. Тәуелділіктер, иә, түбірі. F деген тізім, менің ойымша, білуімше, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізімінде тәуелділіктер. Тәуелділіктер. Махаббатты сол жерге кіргізіп қойған дейді ғой. Рас па? Тақырыптан бір сәт ауытқық. Жоқ, ондай білуім жоқ, информациям жоқ, бірақ енді біздің жаңағы өзіміздің жұмысымыз сол тәуелділіктермен жұмыс істегеннен кейін, мысалы, тәуелділіктің бір бөлініп жаңағы ойын құмарлық, нашақорлық, әлде маскүнемдік деген бір несі жоқ. Тек бірдей несі. Бір категория. Өйткені бәрі сол адамның психология жаңағы жүйесінің бір сбойы болады. Өте түсінікті түсіндірдіңіз сбой деп. Ғарышбек, айтыңызшы енді жалпы, мысалы, ойын құмарлықтың осы енді ақпараттық кеңістікте дұрыс емес екенін көп айтқаннан да болар. Осыған салынған, осы жолға түсе бастаған адамдар барынша жасырады. Құпияда ұстайды. Бізге жақын адамдарға, жалпы кез келген адамға өзінің жақынын алдын ала сезу үшін, түсіну үшін, бақылау үшін, оны құтқару үшін қандай симптомдарға назар аударса болады? Жаңағы жасырмақ түгіл, жаңағы ол адамдар, ойын құмарлыққа шалдыққан адамдар, олар өзде білмейді біріншіден. Сосын ол мойындамайды. Жаңағы сен оны көріп тұрып, жаңағы сен ойнап жатсың ғой, үйдегі бәрін уже тасып біттің ғой десең де, ол мойындамайды. Мен оны қайттан шығарып аламын. Үнемі ақша жетпей жүреді, бірінші? Бірінші үнемі ақша жетпейді. Екіншіден жаңағыдай эмоционалдық бір тұрақтылық жоқ. Агрессияға шығады, немесе депрессияға түсіп кетеді. Жаңағы өзінің туған туысқандарының алыс тұсайтын болады. Ешкіммен сөйлескісі келмей, жаңағы өзімен өзі жүріп, адамдардан қашық, алыстап кететін сондай бір несі бар. Кеше оқып жатырмын, дегенмен бәрі жаман емес дейді. Енді ойын құмарлардың өмірінде сондай бір жолы болып жүретін сәттер болады екен. Енді білмеймін ғой, енді фортуна дейміз бе, басқа дейміз бе, түйсік көмектесті дейміз бе. Бірақ сондай қолда ақша болатын кездер болады. Сондай кезде тым қатты шашады дейді. Жаңағы орысша айтқанда финансовая неграмотность дейді ол. Ақшаның қадірін білмеу және дұрыс жаққа пайдаланбау. Енді ойын деген ол жаңағы сіз айтқандай фортуна. Тек қана адамның бір ұту деген, ұтыс деген, ол тек қана ешкім нақты ұтудың несін бір тәсілін білмейді. Бүкіл әлемдегі ойын құмарлықтың бір жаңағы аппараттар бар, неше түрлі. Біздің букмекерский нелер бар, конторалар бар, солардың бәрін олардың бәрі өздерінің өзі, енді мен оны білмеймін, бірақ жаңағы оған шалдыққан адамның бәрі ол ұтудың тәсілін білемін деп ойлайды, бірақ негізінде ол ондай жоқ. Азғырылады дейсіз ғой. Жақсы, біз оны, яғни ойын құмарлыққа салына бастаған адамды туған туыс жақындардан алыстай бастаған арқылы ақша не жоқ, не көп. Өзін тұрақсыз көңіл күйде ұстауы арқылы түсінеміз. Екінші қадам біліп қойдық. Тергеушінің рөлін жақсы атқарып шықтық. Енді көмектесу керек. Енді адвокат боламыз. Енді көмектескенде ол біріншіден жаңағы ол адамдармен, тәуелді адаммен
жаңағы ұрсып сен осындай Үйге қамап. болдың. Жоқ, ондай сөйлесуге, олай сөйлесуге Wi-Fi негізі өшіріп тастап. жоқ, болмайды негізі. Ең біріншісі жаңа адаммен сөйлесіп, нақты ашықша сөйлесіп, осындай біздің жаңағы оңалту орталықтары бар, барып көрейік. Көнбейді ғой. Жоқ, көнбегенде енді біздің кеңесшілер бар ғой. Солармен телефон соғып, солармен сөйлесіп, солардан кеңес алса. Келіп сөйлесе ма? Келіп сөйлесетін адамдардың көбісі бізде. Бар, Енді көбісі бар, Ол мүмкін. Мүмкін. Жай таныс ретінде келіп сөйлесіп болады. Сондай терапияның түрлері бар, Өйткені қазіргі кезде жаңағы айттым, ешкім жатқысы да келмейді ғой, өзін жаңағы ойын қумау. Мен тәуелді адаммын деп мойындағысы да мойындамайды. Сәйкесінше ешкім көрінгісі келмейді. Сосын өмірдің бір мынандай қалай қазақша айтқан кезде бір жаңағыдай очки киіп алып, розовый очки дейді ғой. Сондай Күлгін көзәйнек. Күлгін көзәйнек киіп алып, сол өмірдің бір өзіне жақсы ретінде көреді. Бүкіл Ол жаңағы түсінікті. Жалпы емделіп кету мүмкін ба? жалпы емделудің неше түрлі тәсілі бар. Біріншіден бізде қазір өзімізде екі тәсілін қолданамыз. Сол бірінші амбулаторный лечение дейді, екіншіден сол реабилитационный центр. Яғни кәдімгі дәрі-дәрмек бар, оған? Жоқ, дәрі-дәрмек бар емес, бізде психологиялық ем дейді ғой. Соны айтамын, сондай сияқты. Түсінікті Ғарышбек, сізге сұрақ қоямын деп хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық ендеше. Қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Саламатсыздар. Шүкір, рахмет. Есіміңіз кім болады? Мұқанышбек мырза, Таласбұртан, сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр еді. Менің досым бар, өзім Қызылорда қаласына хабарласып тұрмын. Досым букмекерлік контораға барып, ставка деген. Енді білмеймін, құтыла алмай қойды шыны керек. Қалай емдетсек болады? Сіз қай қаладасыз, жалпы қай қалада тұрасыз, барып қаратсақ емдетсек болады ма? Құны қанша болады, айтсаңыз. Осы букмекерлік туралы сұрағым келіп отырған. Жалпы, жақсы, айтыңызшы. Біріншіден саламатсыз ба? Мен екіншіден осы біздің оңалту орталығы осы Астана қаласында орналасқан. Адрес, телефон дегендерді сіздің редакцияларыңызға қалдырып Біз әлеуметтік желіде жариялаймыз. Сонымен жаңағы келіп, біріншіден біздің бірінші кеңес ақылы емес, бесплатно келіп сөйлесіп, жаңағы ата-анасы, әйелі, алғашқы диагностикасына просто келіп сөйлесіп кетсе болады. Сол жерде бүкіл қандай тәсіл қолданатынымызды сол жерде кеңесшілердің өздері айтады. Өзіміз айтамыз, не қолданамыз, қандай тәсіл қолданамыз, қандай көмек береміз. Өйткені біздің оңалту орталығында психологтар мен кеңесшілердің өте көбісі жұмыс істейді. Көп адам жұмыс істейді. Солардың әрбірінің өздерінің направлениесі бар деген сөз болады. Түсінікті. Бір сұрағым келіп отырған, елімізде заңнамалық тұрғыдан бұл мәселе енді кішкене ақсап тұр. Бірақ букмекерлік контора, букмекерлік компаниялардың жарнамасы тым көп, өте көп. Себебі ол жерде сәйкесінше бәріміз біліп отырмыз, логикаға сай табыс та өте көп. Осыған қатысты дәрігерлер, сіздердің енді бір қауымдастықтарыңыз бар шығар. Букмекерлік компаниялардың жарнамасын белгілі бір жас деңгейіне шектеу қою деген сияқты ұсыныстар, петициялар болмады ма? Статистика өсіп жатыр ма жалпы? Енді статистика, рекламаның бәрін мүлдем контролер. Шынды айтайын ба сізге? Интернеттен кино көресің. Кино көретін кезде 3 рет қояды сол жарнама, бірақ тыңдап отырған кезде секундтың жартысына қызығып кететін уақыт болады. Мен адекватты ана, мысалы, қызығып кетесің. Оңай деп, 5000 теңге таба сал деген сияқты жарнамалар, маркетинг мықты. Бір шектеулер жасауға болмай ма? Енді оның бәрін мен қазір ондай сұрақтарға жауап бере алмаймын. Жақсы. Жалпы психологияда мынадай ұғым бар, инсайт дейміз, қазіргі сәнді тілмен айтқанда, яғни түсіну, ұғыну. Яғни мен белгілі бір дүниеге тәуелділігім бар екенін түсініп, мен өзім ресми түрде кәдімгі өзіммен сұхбат жүргізіп шешім қабылдамасам, маған ешқандай терапия әсер етпейді дейді. Солай ма? Жоқ, негізі терапияның әр тәсілде көмектеседі ғой, бірақ мен айтқым келгені, негізі біздің оңалтуға келсін, келмесін,
жаңағы оңалту орталығынан бізден ең басты 1%. Жаңағы біздің жұмысымыздың бәрі 1%-дан не қылады. А 99% сол адамның өзіне байланысты. Демек, ол адамды зорлықпен көндіріп емдеуге апара алмайсыз. Иә, апара алмайсыз. Нәтиже болмайды. Иә. Бірақ Және ол адам өзі шешім қабылдау керек. өзіне өзім шешім іштей емделем. Мен болды, өмірімді өзгерем, көзқарасымды өзгерем. Жаңа жоғалтқан құндылықтарының бәрін қайтаруға дайынмын деген адамдар бізде жаңағы қазір 95% дейді ғой, 95%-дің біздің жатып шыққан адамдардың сол Сөйтіп шығады. бәрі жақсы жүр қазір. Ломка дейді ғой, мысалы, болады онда, иә? Айығып шыққаннан кейін әдемі керемет болып өмір сүріп жүреді, бір күні тарс ете қалады бірдеңе. Қандай сәтте сол болуы мүмкін? Қандай сәттерден сақтану керек? Қандай сәттерден сақтану керек? Мысалы, жарнама көрмеу керек. Жарнама көре алмай жүре алмайсың ғой. Қалай көрмейсің? Иә. Бірақ енді бізде өзіміздің беретін рекомендацияларымыз бар. Сол адам соны ұстанып жүрсе. Қандай мысалы? Мысалға, ойын құмарлыққа біз футбол көрмеу, жаңағы баскетбол көрмеу, өткені сол, именно букмекерский контораларға кірген адамдар, мысалы, сол жақтан ойнап жүретіндер. Сосын жаңағы өзіне өзі бірінші құндылық пайдалану, пайда өзіне қайтару құндылығын. Өткені Өмірде приоритеттерді қойу. Түсінікті. Түсінікті, Ғарышбек мырза, рахмет сұхбатыңызға. Рахмет. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирде, сондықтан осы жерден осы тақырыпты тоқтатуға мәжбүрміз. Менің ойымша керек ақпаратын алды көрермен. Аздаған үзілістен кейін жасымықтан сорпа жасаймыз. Осындай танымды ақпарат болады, рецепт болады, бөлісеміз, алыс кетпеңіздер. Рахмет сізге. Өмір көркем. Я, біз эфирдеміз, құрметті көрермендер, және ас үйге жайғасып үлгердік. Алия Қаженовамен бірге, Алия нутрициолог маман, өмір көркем жобасында ара-тұра ас әзірленіп тұрады. Әдемі рецептпен бөлісіп тұрамыз, бірақ оны аспаздар емес, диетолог мамандар, нутрициологтар, адам ағзасына пайданы мән жайын жақсы түсінетін эксперттермен бірге дайындаймыз. Сәлеметсіз бе, Әйгерім? Қош келдіңіз, Алия. Біз бүгін жасымық сорпасын дайындаймыз. Бұл адам ағзасына өте пайдалы. Мен айта кетейін, жасымық дегеніміз чечевица кәдімгі макро және микро элементтерге бай, дәрумендерге бай дүние. Құрамында магний бар, калий бар, фосфор бар, А, Е, Б дәрумендері бар және йод бар екен. Жасымық сорпасын дайындау үшін бар болғаны оны алдын ала суға салып жібітіп алу керек дейді, Алия. Крем сорпа болып шығады. Кәдімгі өзіңіз мейрамханаларда тапсырыспен ішетін немесе түрік мейрамханаларында жақсы көріп жейтін, иә? Әсіресе түрік асханасында көп кездеседі. Әсіресе осы тағамды кішкентай балдар жақсы көреді. Крем суп кішкентай ретінде. балалар бәріміздің де балаларымыз жақсы көреді. Әсіресе енді жалпы бірақ айтқан жаңа атап өткен микро-макро элементтері барлық дәрумендерінен айырылып қалмау үшін қалай дайындаған дұрыс, Алия? Сіз енді бізге айтып үйретіп беріңіз. Иә, біріншіден біз не істеу керек? Көмектесейін ба? Жоқ, көмек керек емес, қазір жайлап. Қып-тығыздырып қой керек па бұны? Біріншіден қосылды ма? Қосылған сияқты, екеумізде бірдеңе білетін адамдарға қосаймыз ба? Иә, қазір қосайық. Иә, қосылды. Біз майды. Құрамын айтып жіберіңіз. Құрамында біз бір картоп, бір пияз, бір сәбіз, 200 граммдай чечевица қосамыз, бір стакан. Қанша жібіп тұру керек осылай? 15 минуттай. 15 минуттай жібіп қой. Сосын жақсылап жуып, оны қосамыз. Қазір біз қайнаған суға, иә? Қайнаған суға болады, иә. Жылы суға болады. Иә, қазір біз біріншіден біз пиязды қуырып аламыз. Қосылмаған сияқты, қараңызшы, қосылды ма? Мен қосып едім ғой даңа. Жарайды. Қазір біз бұл жерде енді. Қазір. Қосылған сияқты. Салтанат қайда екен біздің? Салтанат деген біздің ұжымның ең сұлу аруы бар. Редакторымыз маған көмек керек. Енді қосылған сияқты, иә. Қазір қарайықшы. Жақсылап қуырамыз. Пиязды біріншіден қуырамыз. Сосын біздің пиязымыз дайындалған соң біз сәбіз қосамыз. Сәбізбен жоқ, істемей тұрған сияқты. Жақсы, айтып түсіндіре беріңіз. Қазір Салтанат келеді. Сәбіз, бір картоп және осы 200 грамм жасымық. Барлығы бірге? Барлығы екі адамға?
Екі адамға арналған сорпа ма? Жоқ, бір мысалы отбасы, иә? бір отбасы 4 адамға. Негізі айтыңызшы, жасымықты ертеңіне жылытып ішуге болмайды дейді. Иә. Қазір дайындап, ішіп тастау керек, иә? Жұмыс жасап тұрған сияқты, жақсы болды. Иә. Қазір біз сәбіз қосамыз. Туралған күйінде. Иә, 4-3-леп тураймыз. Сосын бәрін қуырамыз, жақсылап қуырамыз. Осы сорпаға жақсылап қуылған болса, сонда дәмдірек болады. Сондықтан да қазір біз барлығын қуырамыз. Біріншіден біз... Барлығын блендерден өткізіп тастайма десем? Жоқ, дайын болғаннан соң блендерден өткіземіз. Қазір бәрін көрсетем. Солай дұрыс, солай дәрумендер бойында сақталады ма? Иә. Ал егер шикілей осы көкөністердің бәрін блендерден өткізіп қайнатса ше? Бірге, болмай ма олай? Жоқ, болмайтын сияқты. Мен істеп көрген жоқпын. Бұл сіздің рецепт? Білмеймін, бірақ та басқа адамдарды солай. Классикалық рецепт, иә. Жақсы. Мен тамақ істеу білмеймін, мен бұл сұрақтарыма ренжімеңіз. Мен сияқты білем, қаншама жұмыс істейтін арулар бар. Бір сарымсақ, бір бас, және бір картопты турап, осылай 4-4 етіп салып жатырмыз. Блендерден өткенде әдемі болу үшін. Но қандай дәмдеуіш? Зираны қосамыз. Қазір біздің көкөністер дайын болғасын, біз тұз саламыз, бұрыш саламыз, зира саламыз. Сонда біздің сорпамыз өте дәмді болады. Осы сорпаны жақсы көремін, өйткені ол жылдам дайындалады. Сонымен қатар өте дәмді. Үлкен кісілерге де жақсы жұмсақ болғасын. Кішкентай балаларға да. Түсін емдетіп жүрген адамдарға дейсіз ғой. Иә. Және кішкентайларға, иә. Иә. Қазір кішкене. Қорқам. Жақсы, бұл енді құрамындағы дәрумендерін айтып өттік. Бұл жеңіл сорпа, иә? Нутрициолог, диетолог мамандар кешкі асқа ішкен дұрыс дейді. Әлде сіз не дейсіз? Кешкі асқа ішкен, білесіз бе? Иә, кешкі асқа, түскі тамаққа да ішуге болады. Бірінші ретінде, иә? Бірінші ретінде, иә. Сонымен қатар, мысалы, сіз бірақ та етпен араластыруға кеңес бермеймін, өйткені ол ақуыз. Бірақ та растительный белок деп айтады ғой. Сондықтан да қазір тым көп болып кетеді, иә? Яғни біріншіге осы жасымық ішіп, одан кейін еті бар тағам жесеңіз, ол ауыр болып кетеді маңыза үшін. Жай ғана осы және салатпен бірге жеткілікті дейсіз ғой, иә? Иә. Сондай көкөніс күні дегендер болады ғой енді ағзада. Иә. Түсінікті, ал бұл жаңағы противопоказание дейді ғой енді, адамның ағзасына кері әсер етуі мүмкін жағдайлар бола ма? Қарсы нұсқаулықтар бар? Кімдерге ішуге болмайды? Нұсқаулықтар жоқ. Лично непереносимость деген болса, тек жасымықты жақтырмайтындарға ішпек қойған. Иә. Тамаша. Бірақ та барлық адамдарға өте, мысалы қазіргі қыс мезгілінде немесе келе жатқан көктемде авитаминоз кезінде осы тамаққа көңіл аударған жөн деп ойлаймын. Құрылды ғой деп ойлаймын. Иә, қазір енді біз Әлеммен бірге қазір бар болғанын 13 минуттың ішінде дайындап тастайын деп жатырмыз. Өзі сондай уақытта дайын болатын сияқты өзі. Иә. Аздаған тұз, аздаған бұрыш септік, құрметті көрермендер. Зира септік. Бір уыс қана ас үйде шебер жұмыс істейтін маман екенін көріп тұр Әлияның. Мен жаңында айтып қолғап киіп алған болмаса, сөйлеп, анау ма, мынау ма деп. Сары майды не істейміз? Су құямыз, иә? Сары май біз қостық жаңа. Сары маймен өсімдік майын қостық. Мысалы мен мысалы үйде тек қана сары майды атып пісіремін, сонда дәмді болады. Жалпы көптеген диетолог, нутрициологтар өзіңіз сияқты өсімдік майынан бас тартуға кеңес беріп жатады. Сіз не дейсіз? Өсімдік майы ыстыққа құйып қуырыла бастаған сәтте бүкіл құрамындағы дәрумендерді жоғалтып алады дейді. Иә, өсімдік майын салаттарға қосқан жақсы болады. Негізі сонда қуыруға сары май дұрыс, немесе зәйтүн майы дұрыс па? Иә. Сосын ішкі май мысалы, қойдың майы, жылқының майы. Иә. Көтеру керек? Көтеру керек, қазір көтерейік. Енді 15 минуттай пісіреміз оны. Ботқа ретінде болғанда, сосын дәмін көріп, блендермен өткізіп аламыз. Осы сорпаны түгелімен алып блендерде өткіз. Біз енді эфиріміздің аяқталуына 15 минут жетпейді. Дегенмен бір түсіндіріп өте салсаңыз. Иә, мысалы, осы сорпа дайын болғаннан соң, сіз өзіңіз қарайсыз, өзіңіз шешім қабылдайсыз. Мысалы, сорпа ретінде ішесіз бе, немесе блендермен өткізіп, крем-суп ретінде ішуге болады. Осындай рецепт екі түрінде де өте дәмді.
жасымық енді негізінен осы крем сорпа ретінде танымал ғой? Иә, Солай дәмдірек сияқты. Иә, бірақ та кейбір адамдар сорпа ретінде де жақсы көреді. Олай да жақсы, иә. Енді түріктердікі. Иә. Түріктердің тәсіліне сәйкес. Тағы бір айтып кетейін деп едім. Сорпа дайын болғаннан соң лимон қосуға болады. Міндетті түрде. Міндетті түрде, иә. Жақсы, осы енді жасымықтың адам ағзасына пайдасы туралы айтып берсеңіз аздап. Иә, жасымықтың құрамында өте көп, мысалы ақуыз деп айтып кеттік, ақуыз, темір, фолий қышқылы, ол мысалы магнийда ішінде бар, ол жүрекке және жүйке жүйесінің жұмысына өте пайдалы. Асқазанға да барлық біздің организмге пайдалы заттардың бірі. Сондықтан да сіздің рационыңызда болса өте дұрыс деп ойлаймын. Балаларға қай жастан бастап болады? Балаларға 2-3 жастан бастап болады. Тамаша. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, ендеше тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Алло, сәлеметсіздер ме? Қалыңыз қалай? Мен сұрайын деп едім, мен жасымық сорпасын өте қатты жақсы көремін, күнделікті жасайын деуге болады үй жағдайында. Бірақ та мен сорпаға пісіремін. Тауық сорпасына пісірсем, сонда қандай зияндығы бар? Жаңа айтып жатсыздар, сорпаға пісіруге болмайды деп. Сорпа, жаңадан пісірілген сорпа болса өте жақсы. Сорпаға да пісіруге болады. Ол наоборот өте дәмді болады, мысалы тауық сорпасына. Тауықтың да құрамында ақуыз көп қой? Иә. Сол жаңа сіз енді ақуыз құрамында өсімдік ақуызы болғаннан кейін. Бірақ та ол сорпа ғой. Жоқ, ол ет емес қой, сорпа ғой. Сондықтан да сорпаға пісіруге болады. Дәмді болады. Да, дәмді болады. Көрерменіміз айтып жатыр, күнде жеймін дейді. Күнде аз. Күнде жеймін. Ағзаға зиян емес па? Зиян болмайтын шығар, бірақ та сбалансированный рацион ретінде мен кеңес бере алмаймын. Өйткені күнде әртүрлі тамақ болу керек сізде. Әрине, араласып тұру керек сияқты. Қайнады. Жалпы қаншақты жиі тұтынуға болады осындай крем сорпаларды? Крем сорпаларды мысалы жұмасына бір рет жақсы болар еді. Көп емес. Мен мысалы жұмасына бір рет пісіріп тұрамын. Хабарласқан көрерменімізге ендеше күн сайын тұтынуды доғарыңыз жегіміз келеді. Себебі енді бәрібір қалай дегенмен ағзаңызға дәмді тамақ жеймін деп зиян тигізіп алмаңыз. Менің ойымша енді біздің ішек жұмыстары крем тағамдары, тым жұмсақ тағамдарға үйреніп алмау керек, е? Иә. Түсінікті. Қайнады? Әбден қайнау керек па бізде? Иә, енді кішкене басып қойдым. Осылай бір 10 минутта қайнайды, иә? Осылай. 10 минут қайнағаннан кейін ыдысқа салып, блендерден өткізіп алып, крем сорпа жасап алсаңыз болады. Тамаша? Рахмет. Жоқ, біз әлі аяқтаған жоқпыз. Жаныма келсеңші, сіз ана қазаннан алыстай алмай, я менімен сөйлеспей, я қазанға. Біз эфирдеміз. Жақсы, Әлия ханым. Қазір енді көпшілік көктемді күту айы басталайын деп жатыр. Әсіресе қыстан жалға бастаған уақыт, көпшілік күйзеліске түсе бастайды. Желтоқсанда жаңа жыл дедік, қаңтарда жаңа жылдан кейінгі кез дедік, ұйықтады бәрі, арықтаймын деді. Ал ақпан көпшілікте иммунитет түсе бастайтын уақыт. Көктемге дайындық үшін нутрициолог ретінде ағзамызды жақсылап дайындау үшін қандай кеңестер бересіз? Шағын ғана кеңестер берсем, рационға мысалы жеміс-жидектер көбіне қоссаңыз. Мысалы малина, клубника. Сіз ең қымбат нәрселерді айттыңыз? Бірақ та білесіз бе, мен жаздан бәрін дайындап қоям. Сіз деген мықты келіншек дұрсыз ғой. Жақсы, тосаптар, иә? Иә. Компоттар, иә. Витамин С бар тағамдар, өнімдер, иә. Лимон, лайм, цитрустар. Тағы? Соғымның, сүрленген ет мысалы. Біздің мысалы қазақтар жақсы көреді ғой. Қойдың майын, мен мысалы қойдың майын жақсы көремін. Мысалы қойдың майында витамин D деген дәрумені өте көп. Сондықтан да мысалы таңертең тұрғанда нанмен, қойдың майын, немесе сары маймен бутерброд жасасаңыз ештеңе болмайды. Өйткені көбі мысалы майды жемейді ғой, толықтап кетем деп қорқып. Жоқ, сіз толықтамайсыз. Майдан, иә. Айтыңызшы, осы енді жаңағы жасымық чечевицаның түрлері көп. Дүкенде қарасы бар, жасылын көріп қалдым. Иә, осы сорпаға тек қана қызыл түрін қолданамыз. Иә. А жасыл қаралары ше? Жасыл қаралары, мысалы, каша ботқа ретінде пісіруге болады. Салаттарға қосуға болады. Бірақ та сорпаға тек қана осы қызыл чечевица
жасымықты қосамыз, қолданамыз. Қаназдыққа қатысты мен енді естіп қалдым, жалпы гемоглобині төмен, қаназдыққа шалдыққан немесе қан қысымы төмен адамдарға жалпы рационнан осындай крем сорпаларды, әлсіз тағамдарды алып тастау керек дейді. Қаншалықты рас? Мысалы, жасымықты алып тастауға болмайды, өйткені гемоглобин төмен адамдарда оларда ақуыз общий белок деп айтады ғой, оларда общий белок төмен болады. Ал мысалы, осы тағамда ақуыз өте көп, сондықтан да оларға пайдалы осы тағамдарды жеуге. Өте орынды. Жақсы, біз осылай тарсылдап қайнау керек па? Су құю керек емес пе? Жоқ, қою болу керек. Кішкене қоюлау болғанда өте дәмді болады. Жақсы. Құрметті көрермендер, біз нутрициолог Алия Қаженовамен бірге сіздерге жасымықтан сорпа дайындаудың рецептін көрсеттік. Қалай дайындаған кезде ағзаға қажетті дәрумендердің барлығы сақталады деген сұраққа бірге жауап іздедік. Көріп үлгермесеңіздер, YouTube-те аз уақыттан кейін бағдарламамыз жүктеледі, қарап үйреніп алсаңыздар болады. Алия, рахмет, сізге көп-көп. Сізге рахмет. Қазір бірге тамақтанамыз, блендерден өткізіп. Ал құрметті көрермен, өздеріңізді ертең сағат 12-де тікелей эфирде күтеміз. Аман болайық.